Хола, амигос, қалайсыңдар жалаңқылай, жақсы ма бролар? Сендерден мынандай бола ма, ойын ойнап отырсың и бір адам танып қаласың. Блин, мен аны кеше кинода көргем. Блин, мен аны кеше Америкада көшеде көргем. Блин, но менің көршім Сәрсенбай ғой. Ал егер сендерде сондай жағдай болса, онда бүгін мен сендерге ойында, бірақ та шынайы өмірде прототип бар адамдарды көрсететін боламын. Are you ready, my guys? Бірінші бізде Far Cry 3. Я уже говорил тебе, что такое безумие. Ойында Вас деген бір зұлым қаһарман болған. Оны ойнаған Майкл Менда деген актер мен модель. 2010 жылы оның кастингқа әлі де дайын емес ойын персонажын шақырады. Және де Майкл ол жерде импровизациямен жақсы ойнап жаңа образ жасап шығады. Бірақ та Ubisoft басында ойынға бұқа сияқты ірі және де мықты адамды іздеген. Және де Майклға оны айтқан. Бірақ та ақыр соңында келісім берген. 2012 жылы оған Far Cry'да зұлым рөлін ұсынған. Және де ол келіскен. Бұнымен қоса Far Cry Experience деген веб-сериалға шығады. Сериалда ол өз қаһарманын ойнайды. Және де рөлі бойынша бір адамды қинайды. Екінші орында Ethan Mars, Heavy Rain. Бұл ойында ең басты қаһарманда америкалық актер Паскаль Лангдейл ойнайды. Олардың бет-әлпеті, түрі, дауысы осы адамнан алынған. Ойын бойынша оның балалар жоғалып кетеді. Және де ол оларды табуы керек. Бірақ та өкінішке орай соңы қайғымен аяқталады. Үшінші бізде Detroit Become Human. Бұл ойын роботтардың өз құқықтары туралы. Бұл ойын роботтардың өз құқықтары үшін соғысатын ойын. Ойын шынайы болып көріну үшін адамдардың беттерін сканерден өткізген. Бас қаһарман шынайы өмірде Брайан Декарт деген кісі. Және ойында оны Конор деп атайды. Ойында көптеген актерлар шынайы адамдар болып табылады. Ойын басында Конор қарапайым робот болып жүреді. Және барлық берілген тапсырманы және де заттарды тура мағынада мүлтікпей орындайды. Кейін уақыт келе, ол өзін адам сияқтысы сезгісі келеді. Және соңында ол сұрақ қояды. Төртінші бізде Far Cry 6. Және бұл ойында ең алдымен ойын құрастырушылары диктаторларды қосқысы келген. Типа Ким Чен Ын, Бердімұхамед сияқты. Ол наразылықтарды басуға, және де ұлына халықты басқаша басқаруға мүмкін емес деген дәлелдеуге тырысады. Бұл зұлым адамды Джанкарло Эспозито деген актер ойнайды. Және де бұл адам Во все тяжкие деген кинода танымал болған кісі. Қанша Far Cry'дың зұлым адамдары мықты болғанымен, бәрібір де Far Cry 3-тегі Васқа жетпейді. Қызықты мәлімет. Ең алғашында Riot Games компаниясы League of Legends'қа Ирилия деген персонаж қосқан. Және де оған қазақтың қызы Ая Шалқардың түрін алған. Бірақ та ол туралы Ая білмеген. Бірақ та оған фанаттары Инстаграмда айтқан. Одан кейін барып Ая дереу Riot компаниясын сотқа берген. Өйткені Аяның түрін алып, онымен келіспегеніне. И соңында League of Legends'тағы Ирилия басқа түрмен шыққан. Бесінші бізде Overwatch'тағы Заря. Көп ойыншылар Overwatch'та осы қызға ойнайды. Өйткені оның жаны көп, және де танк қызметін атқарады. Заряға ұқсас Instagram Заряға ұқсас Instagram блогер Стефана Феррария деген қыз табылады. Және ол қыз көптеген образдарда суретке түскен. Бір күні ол Заря сияқты шашын бояп суретке түскенде, бәрі Заряны таниды. Алтыншы орында бізде Ричард Риддик. Бұл адам сендер Форсаждан танылары мүмкін. Торренто, яғни шынайы аты Вин Дизель. Бұл адам өзінің GTA-сын жасап шыққан, және өзі сонда бас қаһарман болады. Түсінікті шығар, я? Ойын негізі 2000 жылы Черная дыра деген кинодан шыққан. Ал 2004 жылы мультфильмі және де ойыны пайда болған. Бірақ та ол СНГ-де онша танымал ойын болмады. И киносына онша өтпеді. Жетінші бізде Зои Left 4 Dead. Ойында бұл қызы шынайы өмірде Соня Кинскини прототип ретінде таңдалған. Оның алдында бірақ та Алексия Глайдвелл деген қызды таңдаған. Бірақ та сырт келбет алынғанмен дауысы Джен Тейлор деген адамға тиесілі. Сегізінші бізде Алекс Венс есімді жас әйел. Gordon! I was so worried. Әйгілі Valve Half-Life 2 ойынның кейіпкері. Және де ойында ол өзге ғаламшарлықтармен күреседі. Ол ойында мейірімді, білікті, мерген және де автомобильдер шебер жөндейді. Бұл кейіпкерді көргенде америкалық актриса Джамиль Моленді еске түсіреді. Ал Алексің дауысына келетін болсақ, ол Мерли Дендричге тиесілі. 9-шы бізде Киану Ривз. Бұл адамды Fortnite ойынына қосқан. 2019 жылы Fortnite ойында Epic Games магазиндерінде Душебур деген скины шығады. Бірақ та ұзаққа созылмай ол скиннің сатылымы тоқтайды. Содан кейін барып ұзақ уақыт өткеннен кейін барып барлығына Джон Уик керек деп Джон Уик деген персонаж пайда болады. Сонымен қоса персонажға 2 скин берілген. Ойында Джон Уик редкость жағынан легендарная, ал баға жағынан 2000 V-Bucks тұрады. Ал осы видео бітті. Егер ұнаса лайк басамыз, комментарий жазамыз. Бәріңе сәттілік, бәріңе пока достар.